Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда ерекше дәмді, тойымды салаттардың бірі фунчозаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Біздің салатымызға қажет ингредиенттердің барлығын описаниеге толық жазып кететін боламын. Ендеше бастайық. Мен фунчоза салатын тауық етімен дайындаймын, сондықтан ең алдымен тауықтың етін видеодағыдай соломка тәріздес етіп турап шығамын. Жіңішкелеп турағанымыз жөн, сол кезде біздің етіміз тез пісетін болады. Ендігі кезекте 2-3 тісше сарымсақты үккіштен өткізіп аламыз. Турап дайындап алған тауық етіне үккіштен өткізілген сарымсақты қосамыз, және де аздап тұз қосамыз, паприка және де соя тұздығын салып, барлығын бірге араластырамыз. Тауықтың еті шамамен 10-15 минут аралығында маринадталып тұрғаны жөн. Содан кейін ғана пісіріп бастаймыз. Табамызға қызып тұрған зәйтүн майы немесе кәдімгі сұйық майды құйып, жаңағы тауық етін салып, жақсылап тұрып қуырамыз. Араластырып отыруды ұмытпаңыз. Шамамен 7-8 минуттай суы тартылғанша асықпай қуырамыз. Ендігі кезекте пиязды видеодағыдай етіп ұсақтап турап шығамыз. Тауық етінің үстіне пиязды салып, араластырып, жақсылап қуырамыз. Ендігі кезекте сәбізді үккіштен өткіземін. Үккіштің ең кішкене көзінен өткізіп аламын. Егер сізде арнайы салатқа арналған үккіштер болса, ірілетіп содан өткізсеңіз де болады. Осы тұста табамызға сәбізді салып, жақсылап араластырып шығамыз. Болгар бұрышында соломка етіп турап шығамын. Міндетті түрде қосуға кеңес беремін. Өте дәмді, ерекше дәм береді. Әсіресе
Қызыл түсінен қоссаңыз түсі де қанық болып шығатын болады. Менде қолда бары осы жасыл болгар бұрышы болды. Осы тұста болгар бұрышын да салып, жақсылап араластырып шығамыз. Енді табамыздың қақпағын жауып, баяу отта 15-20 минут аралығында пісіреміз. Осы тұста фунчозаны дайындап аламыз. Барлық супермаркеттерде сатылады, қарасаңыз болады. Мен тек 2 бөлігін ғана қолданамын. Ішінде 4 данадан болады. Қайнап тұрған ыстық суды фунчоза батып тұратындай етіп құямыз, және де міндетті түрде араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Шамамен 8-10 минут аралығында фунчозаның піскенін байқайсыздар. Дайын болған фунчозаны міндетті түрде салқын суға шайып аламыз, және де қажетіңізге қарай қайшымен қиып шықсаңыз да болады. Өйткені тым ұзын болып, жеуге ыңғайсыз болуы мүмкін. Фунчозам дайын. Ендігі кезекте қиярды соломка тәріздес етіп турап дайындап қоямын. Біздің тауықтың еті мен көкөністер дайын болды. Пісіп тұрған фунчозаның үстіне барлығын салып жібереміз. Біздің салатымызға ерекше дәм беру үшін әрине соя тұздығы, паприка, қалағаныңызша аздап тұз қоссаңыз болады. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Фунчоза салатын қалауыңызша ысылай немесе суытып барып дастарханға ұсынсаңыз болады. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер менің рецепттарым ұнаса, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Үнемі жаңа, дәмді, ерекше рецепттармен бөлісіп отырамын.